Ассалаумағалейкум, қазақстандықтар, отандастар, бауырлар, туыстар. Мен Маржан қыздарыңыз Америкадан әдеттегідей алдарыңызға шығып отырмын. Бүгінгі шығу себебім қазіргі күні еліміздің басына осындай күн туып тұрған кезде халықтың арасында жүрген ана Путинді күтіп отырған көккөз ағайындардың арасында өзіміздің қара көздерде толып жүр екен. Оларды оншалықты көп деп ойламап едім, бірақ солар жаңағы Тоқаевқа сенім артып, Тоқаевтан үміт күтіп отыр. Тоқаевтың жеңіске жететінін, ертең келіп Путин бұлардың бәрін құтқаратынына сенім артып отырған ағайындарға арнағым келеді. Бұл ағайындар мен осы эфирге шыға бастағаннан майда-шүйда комментарийлармен ғана көзге түсіп жүреді. Осы күнде енді менің жеке парақшамды тауып, бүкіл өмір баянымды тауып, мекен жайымды, қайда тұрам, қайда қоям, бәрін білетіндерін айтып мені білдіріп, небір қоқаң-лоққыларды көрсетіп жүр. Сөзбен әрине, бірақ ол ешқандай да өздерінің аты жөндері жоқ. Өздеріне тікелей жауап берейін десем, бірақ айтайын. Айналайын қазақтар, адасып жүрген бауырларым. Ол да сендердің өздеріңнің бір позицияларың шығар, өздеріңнің көзқарастарың шығар. Мүмкін сендер өмірді солай көретін шығарсыңдар. Соны айтайын дегенім, адасып жүрсіңдер балдарым. Мені 10 жерден қорқытқандарыңмен мен қорықпаймын. Ол бір. Екіншіден, сендер сол атқарып атырған жұмыстарыңды, сол Тоқаевтың жолында, Путиннің жолында, орысқұлдардың жолында атқарып атырған жұмыстарыңның бәрін, еңбектерің халық жағына қарай жұмсасаңдар, халықтың мүддесі үшін жұмсасаңдар, қаншама мәртебеге, Алладан сауапқа ие болатын едіңдер. Ал бүгінгі таңда осындай бір көз қарағанда жай майда-шүйда жаңағы жұмыс сияқты. Бірақ сендерге табыс әкеп жатыр. Табыс әкемесе оны сен тегінен істемейтін шығарсың мүмкін. Егер тегін істеп жатырсаң, тіпті түсінбеймін. Не үшін сен олардың күнәсін арқалап жатырсың? Тоқаев кешегі күні қанға белшесінен батқан адам. Енді содан егер сен нан тауып, сол саған нан әкеп отырған болса, тіпті кешірімсіз, сен ол наныңды өзің ғана жеп қоймай, бала-шағаңды сол нанмен асырап отырсың. Ол нан, қанды нан, кешегі күні қаңтарда шейіт болған бүкіл бауырларымыздың қаны. Оған дейін де мына үкіметпен күресіп келе жатырған бауырларымыздың қаны. Сол қанды нанды жеп отырсың. Бала-шағаңды сол қанды нанмен асырап отырсың. Сол ойыңнан шықпасын. Енді қанша жазам десеңдер де жаза беріңдер. Қанша жерден блоктасам да әйтеуір шығып жатырсыңдар, шыға беріңдер. Бірақ мен сендерді жақсы айтты екен деп қуанып, жаман айтты екен деп қайғырып жүретін адам емеспін. Соны біліп қойыңдар, жаза беріңдер. Бірақ оның бәрі өздеріңнің мойындарыңа, ана Тоқаевтың мойнында қандай күнә болса, соның бәрін өздерің арқалап жатырсыңдар. Соны айтып, естеріңді жиып, халық жағына өтіңдер дегім келеді. Еш болмай тұрғанда, ештен кеш жақсы дейді. Сол кеш болмай тұрғанда, халық жағына өтіп, осы жасап атқан еңбектеріңнің бәрін халық жолында жұмсаңдар. Адаспаңдар балдар. Ертең X күні келеді. Сол күні халықтың бетіне қалай қарайсыңдар? Халық жағында адал жүремін, нанымызды адал жеймін десеңдер, ертерек адаспай халық жағына өтіңдер. Осы сіңірген еңбектеріңнің бәрін халық жағына сіңіріңдер. Сіңірмесеңде, бірақ халыққа қарсы ешқандай әрекет жасамаңдар. Халықтың көз жасын төгіліп отырғанын көріп отырсыңдар. Халық қандай жаралы жағдайда отырғанын көріп отырсыңдар. Халық қазіргі күні жаралы аңнан да әрмен. Ал жаралы аңнан қауіпті аң жоқ шығар.
Сол үшін де ойланыңдар, бауырларым, ақмақ болмаңдар. Ертерек халық жағына өтіңдер. Бүгін емес, ертең емес, міне жақындап қалды, таяп қалды X күні. Сол күні дүбәра боп, адасып, қайда барарларыңды білмей жүрмес үшін ертерек өтіңдер. Сендер бізді қалай іздеп тауып өмірбаянымызды біліп атырсаңдар да, бізде де балдарым, жұмыс істеп атырған балдар бар. Сендердің кім екендеріңді, қайда екендеріңді бізде бір шамасын біліп қалдық. Қандай түрдеріңді бәрі бізде фиксироваться етіліп жатыр. Сол үшін ойланыңдар, балдар. Ертерек халық жағына шығыңдар, адаспаңдар. Халқым сендерді кешіреді. Кешірмеген күнде де бір кішкене шапалағын жейтін шығарсыңдар халықтың. Бірақ ақмақ болмай, ертерек халық жаққа өтіп, халықпен бірге болыңдар. X күн халықпен бірге жақындатыңдар. Сол кезде осы күнге дейін адасқандарыңның бәрін Алла өзі кешірер. Ораза қабыл болсын. Естеріңді ертерек жиып, халқыңа қастандық жасамай, балдарым өте қойыңдар халық жағына. Алға Қазақстан!